Достар, 1 жыл емес 10 жылға жоспар құрамыз десем сенесіз бе? Нұртас 1 жылды қалай, оны құрмай жатқанда 10 жыл қалай деген секілді сұрақтар бар. Бірақ та білуіміз қажет жоспардың принципі бойынша үлкеннен кішіге қарай. Егер сіз бүгінгі күнді жоспарлағыңыз келсе, сіз айды жоспарлауыңыз қажетсіз. Сондықтан 1 жылдығымызды бастамастан алдын 10 жылдық жоспар құруымыз қажет. Сондықтан бүгінгі біздің видеомызда миссия тақырыбында миссияны қалай табамыз, 10 жылдық жоспарда қалай құрамыз, қандай техникалар барысында мен өзімнің қолданатын техникалар, мен авторлық және сол бір техникаларды бүгін қолданып немесе сіздермен бірге бір талқылайтын боламыз. Сондықтан баршаларыңызға сәттілік, бүгінгі видео керемет пайдалы болады деген сенімдемін. Енді неге 10 жылдық жоспар құру қажет деген сұраққа жауап берейік. Енді неге 1 жылдық емес? Мынандай мысал келтіремін. Давай карта емес. Google карта немесе тугісі елестетсек болады. Елестетейік, сіздің картаңыз 1 жылдық жоспарда өзіңіздің районыңызды ғана қамтиды, ауданыңызды ғана, ауылыңызды ғана қамтиды. Бұл 1 жылдық жоспардың көлемі. Сіз осы көлемде ғана ойланасыз, осы көлемде ғана көретін боласыз. Ал егер сіздің 10 жылдық жоспарыңыз болатын болса, әлгі картаны сіз үлкейтесіз, сіздің қалаңыз болады, немесе мүлде үлкейтсеңіз болады, тіпті Қазақстан болады. Сіз Қазақстанның үстінен көресіз. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз 10 жылдық жоспарыңыз болған кезде сіз алдағы 10 жылда не болуы мүмкін, мен неге кетіп бара жатырмын деген секілді сұрақтарға жауап табасыз. Мәселен, менің 10 жылдық жоспарымда денсаулық дейтін бағыт бар. Онда мен өзімнің денсаулығымды күтуім керек. Мәселен, артық қарын дейтін нәрселер, 28-дегі ағаларым қарын шығып кетеді. Мен оның нәрсені қаламаймын. Не үшін? Өйткені салауатты өмір салтын ұстанғым келеді. Ол кезде жүгіргім келеді деген секілді, качок болғым келеді. Ол үшін істеймін. Ол үшін бүгін мен соған жету үшін спортпен айналысамын, жексенбі сайын кросс жүгіремін, білмеймін, аптасына 3 рет тренировка жасаймын деген секілді мен соған жетуге тырысамын. Немесе тіпті менің болашақ жарымның қандай болады екендігін, немесе қай кезде үйленемін, немесе сондай бір белгілі бір мерзімдер бар. Және сол бір мерзімге дейін жазып қойсаңыз болады, болашақ менің жарым қандай адам болуы қажет. Сәйкесінше ниетке қарай нәсіп етеді, Алла нәсіп етеді. Сондықтан 10 жылдық жоспар сол үшін маңызды. Енді класстастарымыз айтады, білмеймін, грантқа түссем болды деген секілді нәрселер айтады, бірақ окей, 4 жыл универде оқиық, одан кейінгі сенің өміріңше. Мұғалімдікке түсіп алдың, 4 жыл оқыдың, стипендия алдың, окей, бірақ одан кейінгі сенің өміріңше. Сен расымен де бұл мамандықпен жұмыс жасайсың ба, әлде қоғамның, үйдегілердің пікірлері бойынша таңдап жатырсың ба? Расымен де 10 жылда сен өзің осы салада көресің бе деген секілді сұрақтарды қойған кезде, әсіресе мамандық таңдауда, бұл 10 жылдық жоспарлау осы кезде көмектеседі. Сондықтан 10 жылдық жоспарлау меніңше 1 жылға қарағанда бір нақты бір белгілі бір мақсатты бағыттан көмектеседі. Сондықтан баршаларыңызға 10 жылдық жоспар құруға сәттілік, және қазір қалай болатындығын толықтай айтып өтетін боламыз. Жалпы 10 жылдық жоспар примерно менде сценарий. Енді 10 жылдық жоспар құру үшін біз белгілі бір миссияны анықтап болуымыз қажет. Неге миссия маңызды? Өйткені осы бағыттардағы таңдаулардың барлығын бізде миссия анықтайды. Ал миссия дегеніміз не? Кеттік онда. Миссия деп жатады айналадағы адамдар. Миссияңды тап, өзіңнің жолыңмен жүр деген секілді. Енді миссия дегеніміз не? Менің түсінігімде бір мысал ретінде қарапайым компас жасақ болады. Компас ол солтүстік, батыс деген секілді сенің бағытыңды анықтап береді. Мәселен, теңізшілер болса, теңізшілерге белгілі бір мақсатқа, белгілі бір бағытқа жүру үшін оған компас керек, қай бағытта жүзіп бара жатырмыз. Тура сол секілді, егер өмірді теңізлеп алатын болсақ, сол бір теңізде жүзіп жатқан әрбір кеме капитаны ол бізбіз. Және біз өзіміздің бағытымызда қайда кетіп бара жатқанымызды анықтауымыз қажетпіз. Енді миссия жай ғана қарапайым, мен бұл өмірде кіммін? Және бұл өмірді не үшін сүріп жатырмын деген сұрақтың жауабы. Негізі өте ауыр сұрақ. Не үшін өмір сүріп жатырмын? Бір айтып жатырмыз, білмеймін, бір таң атады, кеш батады, ұбт-ға дайындалып жатырмыз, немесе жұмыс, студент болып жатырмыз, білмеймін, бірақ не үшін өмір сүріп жатырмыз деген сұраққа бір анық жауап таппаған секілдіміз. Ал бұлардың жауабы негізінен миссия, бұл өмірге не үшін келдім? Бұл өмірде мен не істеймін деген секілді. Мәселен, GTA-да бар ғой, бір белгілі бір миссияны жүктейді, мәселен, ақшаны алу, и болды. Сол адам ақшаны алмай қоймай. Тура сол секілді біз де белгілі бір миссияны қоямыз, және сол бір процесте жүреміз. Миссия мақсатқа жету емес, миссия сол бір процесте болу. Мәселен, самурай айтады, самурай үшін жолдың соңы емес, жолдың өзі маңызды дейді, сондықтан жолдың өзі болу керек.
Енді менің өзімнің миссиям даму және де дамыту, яғни тұлғалық дамимын. Бұл өмірде руханиятымды, денсаулығымды, отбасымен күшті қарым-қатынас құруым қажетін, жоспармен, кітап оқу деген секілді жалпы айтқанда тұлғалық даму, және де сол арқылы өзгелердің дамуына жағдай жасау. Мәселен, мен жоспар құру арқылы дамимын және жоспар құруды өзгелерге насихаттағым келеді және де өзгелерді дамытқым келеді. Бұл менің миссиям. Дәл қазіргі YouTube-ты жүргізіп жатқандығымда, Telegram-да жүргізіп жатқанымда барлығы ол бір дамыту миссиямның арқасында болып жатыр. Және де сол негізінде менің жоспарларым пайда болады, иә. Енді миссияны қалай табамыз дегенге сұраққа жауап берейік. Миссияны табу үшін мен екі нәрсені ұсынамын. Ол сенің қабілетің және де сенің ұнайтын ісің. Енді қабілетті қалай табамыз? Енді әр адамды Құдай Тағала жаратқан кезде әртүрлі қылып жаратқан және де әртүрлі қабілеттер берген. Мәселен, мен сөйлегенде, түсіндіргенді жақсы көретін болсам, ал біреу интроверт, жай ғана бір өз-өзімен болғысы келеді, немесе ол таңдап жатыр, IT таңдап жатыр, өйткені жеке шығармашылық өзінің идеяларын жасағысы келеді. Ал біреу бар сурет салған жақсы көреді, ал біреу бар футбол, спортпен айналысқан жақсы көреді. Тағысындағы. Бұл әрбір адамның қабілеттері. Және де егер сіз өзіңіздің мықты тұсыңызды тапсаңыз, бұл өте күшті, ол сіздің бағыңыз және сол бір мықты тұсыңызды дамыта берсеңіз өте күшті. Ал егер сіздің мықты тұсыңыз емес, басқа бір қырларыңыз немесе білмеймін, қазір сіз адамдармен қарым-қатынас құрғанды ұнатпайсыз, бірақ мұғалімді таңдап алып, оқушылармен қатынас ұнатқанды, адамдармен сөйлесуге ұнамайтын болса, бұл сіздің мамандығыңызда аздаған мәселелер болуы мүмкін. Мәселен қандай? Мәселен, автобуспен көліктің мысалын келтірейін. Егер қалада автобус бар, белгілі бір межеден екінші межеге бір 70 теңгемен жеткізіп отырады, қаланың ішіндегі автобус. Енді елсідегі автобус бар және екінші көлік бар, ол Кобальт дейтін көлік бар, яғни 4 адамдық көлік. Енді екеуінің орнына ауысса не болады? Автобус көп адамға емес, ол Яндекске кіріп болады, ал Кобальт қаладағы көпшілікке тасиды. Автобус егер Яндекске 4 адамға кіретін болса, ол үшін тиімсіз, өйткені автобустың қабілеті ол көп адамға арналған және де ол Яндексте көп ақша таппайды. Ал егер Кобальт қала ішінде 7 теңгеге таситын болса, бұрында ол 20 мың табатын болса, ал енді күндік табысы 2 мыңға қысқарып қалады. Неге? Өйткені ол өзінің қабілеттерінің функциясын дұрыс атқармай жатыр. Өйткені ол көп адамға емес, ол аз адамға арналған. Тура сол секілді сіздің керемет қабілетіңіз бар, ол шығармашылық, актерлық, өзіңіздің сезіміңізді күшті жеткізесіз. Сіз білмеймін бір не таңдап алған болуыңыз мүмкін, сіз білмеймін бір дәрігерлікті немесе білмеймін қандай мамандық бар, юрист таңдап алғансыз, бұл сіздің бір белгілі бір дәл қазіргі қабілеттеріңізге сай келмейді. Енді не істейміз? Енді өзіміздің мықты тұсымызды анықтап аламыз. Бұл белгілі бір тағдырда жазылған белгілі бір сізге берген мүмкіндік. Және сол бір мүмкіндікті пайдалану арқылы сіз өзіңіздің миссияңызды немесе өмірлік салаңызды тапсаңыз болады. Мәселен, өмірде қандай мысалдар бар? Мәселен, Димаш Құдайберген өте күшті талантты әнші. Не үшін? Өйткені оның даусында ерекше андай бар, ырғақ бар, әншілер айтты, Димашты ерекше бір ғаламмен бірге тілдесетін таланты бар дейді. Немесе Ямал, футболдағы. Ол өте ерекше, футболды сезеді, аяғы өте күшті. Неге? Өйткені оның таланты бар, немесе қабілеттері бар, дамытқан қабілеттері бар. Және де сол арқылы ол өзінің миссиясын немесе өзінің кәсібін тапқан. Тура сол секілді қабілеттерімізді табуға тырысамыз. Және екінші ұнайтын іс, яғни икигай дейді. Оны жапондарда YouTube-қа жазсаңыздар болады, икигай техникасы деп жазсаңыздар жауап шығатын болады, өте күшті. Жалпы қысқа нұсқа, икигай ол жапондық философия, яғни өмірдің мәні істеп жатқан ісің сен үшін ұнайды. Мәселен, мен дәл қазір сағат 9 болды, ұйықтауым керек, бірақ мен видео түсіру деген секілді ұнайтын ісім бар және де бір тапсырма бар, бұл маған ұнайды, бұны жақсы көремін. Екінші, икигайда тек қана іс ұнау керек емес, ол сенің қолынан келу керек. Мәселен, тауға шыққан ұнайды, бірақ ол менің қолымнан келмесе ше. Келмесе қалай болады? Енді менің видео түсіру қолымнан келеді, және сөйлеу, түсіндіру қолымнан келеді. Бұл менің икигайым болып келе жатыр, критерий. Үшінші, ол тек қана қолдан емес, ол еще ақша әкелсе өте күшті болады. Мәселен, мен сурет салу ұнайды, қолымнан келсе, еще ақша әкелмейтін болса, ол менің икигайым немесе бір белгілі бір кәсібім болмайды, өйткені маған ақша түсу қажет. Төртінші, ол ақша ұнау керек, қолдан келу керек, ақша келу керек, адамдарға ол керек болу керек. Мәселен қандай нәрсе бар? Мәселен, мен кітап туралы контент түсірейін, кітап туралы түсіндіру, осындай кітаптар маған ұнайды, қолымнан келеді.
бір ақша келмеу. Ақша келген күннің өзінде адамдарға керек пе? Мәселен, деген сұрақ қойды. Егер керек болатын болса, ол менің игайым болады. Егер осы 4 критерий бойынша. Менің игайым негізден түсіндіру, жоспар құру, және де белгілі бір контент түсіру деген секілді, кітаптар туралы айту деген секілді маған қатты ұнайды. Сондықтан бұл менің игай. Сондықтан өздеріңіздің игайларыңызды тапсаңыздар болады. Енді бұлардың барлығы неге айтып жатырмын? Енді қабілет пен ұнайтын, қызығушылық пен қабілетті ұштастыра отырып, белгілі бір сіз өзіңіздің миссияңызды табасыз. Енді іздеу керек. Бұл миссия бір күннен пайда болмайды. Бұл бірнеше белгілі бір практикадан табылады. Сондықтан баршаларыңызға миссияларыңызды табуға тілектеспін. Келесі 10 жылдық жоспар. Енді 10 жылдық жоспарға келейік. Енді белгілі бір миссияны алдық. Енді менің миссиям даму және дамыту екен. Енді қалай дами аламыз, алдағы 10 жылда қалай дамыта аламыз деген сұрақтарды қоюымыз қажет. Енді өмірлік бағыттар бойынша бізде 5 бағыт бар, және 5 бағытта жазып алыңыздар. Бірінші бағыт денсаулық. Менің денсаулығым, қарым қабілетім, болашақтағы денсаулығым, яғни мен темекі шегемін ба, мен фастфуд жеймін ба деген секілді өзіңіз елестетіңіз. Алдағы 10 жылдан ортасы фастфуд жемейді, темекі шекпейді, арақ ішпейді, белгілі бір өзінің дұрыс тамақтанады, аптасына 3 рет залға барады, жоспар бойынша 10 жылдықта. Түрмен тағы көбейе береді бұл нәрсе. Екінші, тұлғалық даму. Нұртас қалай тұлғалық дамиды? Қандай қабілетті бар? Алдағы 10 жылдан Нұртас адамдарға дамыту үшін ол Нұртас жоспарлау дейтін қабілетті білу керек. Ол контент жүргізу дейтін қабілеттерді білу керек тұлғалық дамуға байланысты. Немесе ол жылына ол кезде жылына 100 кітап оқу керек деген секілді сондай болу керек. Үшінші, руханиятқа жасаңыз болады. Менің рухани халім қалай болады деген секілді. Үшінші, қаржылық жағдай, яғни белгілі бір кәсіпсен қандай жұмыс жасайсың. Алдағы 10 жылдан кейін Нұртас ол коуч болу керек. Ол коуч болғанда белгілі бір адамдарға түсіндіру, пайдалы болу, контент жүргізу деген секілді. Бізде бір мұғалім болу керек деген секілді белгілі бір менің кәсібім. Немесе сіздің кәсібіңіз әртүрлі. Дәрігер болуы мүмкін, сіз немесе айтишник болуыңыз мүмкін, тағысындағы. Төртінші, ол қарым-қатынас, яғни менің достарым, менің отбасым, менің жарым, мен болашақ деген секілді. Еще бұл жерге келтірсеңіз болады, менің болашақ жарым қандай болады, білмеймін. Мен жарыммен жылына қандай мемлекеттерге барам деген секілді білемін. Көбейе береді бұл жерде. Бесінші, әрине хобби, демалыс болу керек. Белгілі бір жоспар, дамимыз, жұмыс жасаймыз, бірақ белгілі бір демалыстар болу керек. Мәселен, хоббиге тауға шығу, шымбұлаққа бару әсіресе, немесе атқа міну, өзіңіздің белгілі бір хоббиіңіз болса атқа міну, немесе саяхаттар жасаңыз болады. Мен осындай мемлекетке баруым керек деген секілді тағысындағы жоспарлар. Енді бұл жерде көбейту беру керек, неше түрлі. Енді көбейту үшін не істеуіміз қажет? Енді былай айтамыз, бірінші тапсырма осы 5 бағыт бойынша жоспар жазып шығатын боламыз. Мәселен, мен руханиятқа байланысты жазып шықтым. Мәселен, алдағы 10 жылдықтағы жоспарым. Бірінші руханиятты қойдым, менің рухани халім қалай болады. Мәселен, білмеймін, ораза ұстау, алдағы 10 жыл бойы ораза ұстау, көркем мінезді болу, ол үшін кітаптар оқимыз, әсіресе жылына 20 кітап, руханиятқа байланысты кітап оқуым керекпін. Үйде намазхана бір бөлме болу қажет, қайырымдылықтағы садақа беріп отырамын деген секілді белгілі бір жоспарлар бар. Және де сол бір жоспарлар бойынша жазып шықсаңыздар болады қағазға. Руханият, менің қаржылық халім деген секілді бүкіл қалауларыңызда белгілі бір шектеулер болмасын, просто жаза беріңіздер. Екінші тапсырма ол идеал күн дейтін тапсырма, яғни 10 жылдан кейінгі менің күнім қалай болады. Просто таң атты, ұйқыдан тұрсам бет қолым жуымдаған терет алдым, одан кейін кітабымды оқыдым, кітап оқыдым, жыл су іштім, одан кейін отбасымен бірге тамақтандым, жұмысқа шығып кеттім, жұмысқа өзімнің Lexus 250 көлігімен кетіп бара жатырмын, немесе Toyota 70-пен кетіп бара жатырмын, жолда руль ұстап алғанмын деген секілді, білмеймін, бір түсте өзімнің ұнайтын жұмыстамын деген секілді бір идеалды күніңізді белгілеңіз, жазыңыз. Бұл сезінуге неге өйткені сезіну өте маңызды. Біздің ақпаратымыз, біздің миымыз мақсатты ақпараттарды, тексті сезіне алмайды, түсіне алмайды, оның қаншалықты сезім бере алмайтын болса. Сондықтан жоспар сезіне алу керек, жоспар ұзақ мерзімді болғаннан кейін бұл жерде қатты сезіну керек. Сондықтан идеалды күн. Немесе үшінші тапсырма бар, ол визуализация тапсырмасы, яғни 10 минут таймерге қоямыз, көзімізді жұмамыз, сіздің 10 жылдан кейінгі болмасыңызды елестетесіз, сезінесіз, просто көзіңізді жұмып 10 жылдан кейінгі Нұртас қандай болады. Сондықтан осы бір 3 тапсырма бар, және де 10 жылдық жоспарға байланысты. Айттық, енді бірінші тапсырма ол жазу, 5 бағыт бойынша. Екінші тапсырма идеалды күн, және де үшінші тапсырма сол идеал күнге байланысты негізін бір визуализация жасау, ол сезінуге, қорытындылауға көмектеседі. Сондықтан 10 жылдық жоспар белгілі бір осы құрылым бойынша болады. Және де 10 жылдық жоспарларыңызға, жазуларыңызға тілектеспін.
жоспар ешқандай да бір болашақты білу немесе білмеймін бір кейде құдайдың рөліне болып кету деген секілді дүниелер емес. Жоспар бәлки дұғаның іс-әрекет формасы. Мен дұға етем, алдағы 10 жылда Нұртастың денсаулығы жақсы болғандығын, качок болғандығын, красавчик болғандығын қалаймын, және де сол үшін мен әрекет етем. Біз бір дүниені қалаймыз, және де соған жетуге тырысамыз. Әрекет бізде нәтиже алады. Сондықтан иншалла 10 жылдық жоспарларыңыз керемет құрылып, және сол бір жоспарлар бойынша жазылса екен деймін. Жазып қойыңыздар, просто бір жазып алсаңыздар болды. Алдағы 26-тан кейінгі 26 жасар, 27, 28, бәлки 35 жасар өзіңіздің болмысыңызды елестетіп көріңіз. Сондықтан баршаларыңызға алдағы 10 жылдықта сәттілік тілеймін. Бүгінгі біздің жоспарлау лагерінің 2-ші күні аяқталды.